Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін бұйырса ана жерде тұрған индеец текені пішем ба деген оймен осы видеоны түсіріп отырмын. Бұл текені пішуімнің себебі, бұйырса ноябрлерде ма, декабрлерде ма бұл текені семіртіп сойып алғымыз келеді. Егерде бұл текені піштірмей соятын болсақ, біріншіден бұл текенің еті сасып тұрады, дәмі болады жаман. Яғни еті жегізбейді. Екіншіден, бұл вес жинамайды теке болып жүрген кезде. Сондықтан да бұны пішейін деп отырмын. Сосын мен бірінші рет мал пішейін деп отырмын. Бұрын мал піштіріп көрген жоқпын. Бұйырса анау теке, индеец теке менің бірінші клиентім болады. Сосын қазір пішу әдісіміз бескровный әдіс, яғни жұмыртқасын кеспей піштіретін боламыз. Жұмыртқасын қазір түбінен резинкамен буып байлап тастаймын. Бұл әдісті мен ютубтан бір әйелден көріп алдым, орыс әйелден. Бұйырса сол адамның істеген нәрсесін менде қайталап көргім келіп отыр. Бұл текені жалғыз өзім пішетін болам. Қасымда мынандай көмекшім бар, 2 жасар. Бұдан ешқандай да көмек жоқ. Бұл тек білдіруге көмектеспесе. Бұйырса қазір мына текені пішетін боламыз. Сосын бұл текені қазір аяғын буып тастайтын шығармын. Бұл бақыруы да мүмкін. Сондықтан да жүректеріңіз әлсіз болатын болса, бұл видеоны қарауда ары қарай жалғастырмай қойсаңыздар болады. Достар, мен текені уже құлатып дайындап қойдым мынандай қылып. 2 алдыңғы аяғын, сосын 1 артқы аяғын қосып байладым. 1 артқы аяғын босатып қойдым, себебі бүйтіп енегін қарау үшін. Көріп отырғандарыңыздай, бұл теке уже кішкентай лақ емес, үлкен теке. Мынау почти 2 жасар теке. Енегін түбінен буып байлап тастаймыз қазір мына жерінен. Сосын байлаған кезде мына жерінде сосоктары бар, 2 қапталында 2. Яғни 2 сосок бар, сол 2 сосогын қосып байлап жүрмейміз байлаған кезде. Мынандай немен байлайын деп отырмын қазір. Ол кәдімгі резинка. Яғни трикоға, тағы да басқа бұтқа киетін киімдердің ышқырына салатын обычный резинка. Қазір осымен байлайтын болам қазір түбінен. Қазір ыңғайын тауып аламыз, бұйырса. Немізді сәл алысырақ қойық. Камерамызды түйіп кетіп жүрір бұл. Мал ғой бұл, қанша дегенмен. Бұтын ашып отырамыз былай. Достар, сосын мен бірінші рет не істейін деп отырмын, піштірейін деп отырмын. Бұны ыңғайында білмейміз, қалай істеу керек. Бұрын жасап көрмегеннен кейін, оны біле аяғым бүйтіп алайық. Енегі. Бір сосогын қойды. Бір сосогын байлай беруімізге болады. Бақыратын шығар қазір.
бірнеше рет айналдырып буып байлаймыз. Результат бола ма, болмай ма көреміз. Результат болу керек. Осы что-то бақырмады. Дұрыс байланды ма? Дұрыс байланмады ма? Қайтадан бір дұрыстап байлайыншы. Бірінші байлағанымды. Енді батып бастады ау деймін. Көрініп отыр ма? Қойшеш қарам. Достар, біздің камерамыз былай қарата кетіп қалып тұр. Сосын бір қоқсын. Сұқтарың қайда? Сұқтарда. Вообще. Тут терроризировать etпейсің. Нормально сияқты пока. Достар, короче, мынандай қылып енегін буып байлап тастадым. Мынандай қылып түбінен буып байлап тастадым. Міне сосогы міне. Яғни сосогы ілініп қалмау керек. Бұйырса бұл дұрыс істелген болса, 3 сағаттан кейін бе мына енегі, мына жері салқындап кету керек. Яғни денесінің несінен, температурасынан енегінің температурасы түсіп кету керек. Бұйырса алдағы уақытта результатын көрсететін болам. Егерде результат болатын болса, қазір бұл текені босатып жіберем, аяғын босатып. Тұра ала ма, тұра алмай ма қарап көреміз қазір. Текеміз атып тұрды, білмеймін неге екенін. Что-то дұрыс жасалды ма, жасалған жоқ па, белгісіз болып тұр мынау. Дұрыс жасалмаған болса білінеді жалпы 3 сағаттан кейін, 4 сағаттан кейін. Артқы аяқтарын бұлай қағып жүр. Соған қарағанда кішкене әсері етіп жатыр ау деймін. Алдағы уақытта достар, сосын бұл ненің жаңа піштіру әдісінің результатын көрсететін болам, егерде результат болатын болса. Достар, жаңағы істеген нәрсемнің әсері бар сияқты, что-то текеміз манағындай терроризировать етіп жүрген жоқ.
мынандай болып сүмірейіп жүр. Қайта жатып жүр. Бұйырса бұл серке болады, ертең 1-2 айдан кейін семіртіп дұрыстап тұрып соятын боламыз. Үстінің сасық иісі де кететін болады, бұйырса алдағы уақытта. Сосын жаңа айтқандай достар, бұйырса бұның нәтижесін көрсететін болам. Егерде нәтиже болып атса, менің ойымша нәтижесі бар сияқты, себебі жерге барып, түпкі қораға барып жатып жүр. Соған қарағанда әсері бар. Сонымен достар, бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егерде бұл видео сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Сіздер малдарыңызды қалай піштіресіңіздер, бұрын мал піштіріп көрдіңіздер ма, комментарийға жазып отырыңыздар. Бұрын дәл осындай әдісті қолданып көрдіңіз ба, қолданып көрген жоқсыңыз ба, міндетті түрде ойларыңызды комментарийға жазып отырыңыздар. Сосын міндетті түрде менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды да ұмытпаңыздар. Сонымен келесі видеода кездескенше. Бұйырса ешкілеріміз тыныш жүретін болды. Бүгіннен бастап. Көріп отырғандарыңыздай, әне теке жатыр әне. Не болған түсінбей жүр чоты. Не болды деп жатыр. Боқтап тұрған шығар мені ішінен. Не істедің деп.